Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте жылдам әрі ең бастысы өте дәмді әрі тойымды болып шығатын скебасарды сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер ол қатпарлы қамыр, үккіштен өткізілген ірімшік және шұжық, содан соң қаймақ немесе майонез керек болады. Скебасарымызды жасауды бастайық. Ол үшін біз қатпарлы қамырымызды ұн қоса отырып әдемілеп орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз төртбұрышты, тура осылай төртбұрышты етіп жайыңыздар. Сол кезде бізге ыңғайлы болады. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналымда алғаш рет болып отырсаңыз, міндетті түрде каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда өте көп рецепттер бар, және де бір жасағаннан ақ өте тез әрі сәтті шығады. Сол үшін де жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Қатпарлы қамырымызды осылай әдемілеп жайып алдық. Енді бетіне қаймақ немесе майонезді әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Менде бүгін майонез болды. Майонезді осылай әдемілеп жағып шықтым. Негізінде бұл скебасарға не қосқыларыңыз келеді, соны, яғни үйде табылған заттардан жасай беруге болады. Мысалы, осы қатпарлы қамырдың ішіне әртүрлі көкөніс қосқыңыз келсе, оны да қосуға болады. Мынау майонездің қасына кетчуп жақсаңыздар да болады деген секілді. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты және үйде не бар, соны қосып, әдемілеп үйлестіріп жасауға болады. Майонезді жағып болғаннан соң үстіне үккіштен өткізілген шұжықтарды осылай әдемілеп қойып шығамыз. Шұжықтарымыздың барлығын төсеп болдық. Келесі кезекте ірімшікті де осылай төрт бұрышынан жететіндей етіп, әдемілеп біркелкі етіп, үстіне сеуіп шығамыз. Ірімшіктерімізді төсеп алдық. Енді әдемілеп рулет секілді етіп ораймыз. Осылай шет-шетін бірінші жабыстырып алыңыздар да, әдемілеп ішіндегі салмасы шашылып кетпейтіндей етіп, дөңгелектеп рулет секілді етіп орап шығамыз. Осылай рулетімізді орап болғаннан соң шетін жақсылап тұрып жабыстырыңыздар. Өйткені қазір рулетімізді ашқанда ашылып шашылып кетуі мүмкін. Енді осылай енін шамамен 3-4 сантиметрдей етіп, өткір пышақпен осылай әдемілеп кесіп шығамыз. Барлығын әдемілеп кесіп алдық. Енді пергамент төселген табаққа әрқайсысын қойып шығатын боламыз. Ол үшін осындай әр қамырды аламыз да, үстін кішкене дөңгелектеп жібереміз, формасын келтіріп. Содан соң үстін кішкене ғана басып әдемілеп қоямыз. Енді реңін одан сайын кіргізу үшін бетіне әдемілеп жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқа жағып болғаннан соң қалауларыңызша осындай әртүрлі күнжіт сепсеңіздер болады. Мен бүгін осындай қара күнжіттерді бетіне аз-аздан сеуіп шықтым. Скебасарларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Жарты сағатта осындай өте дәмді әрі тойымды, дәмді болып шығатын скебасарымыз немесе таңғы асымыз дайын. Дауысын қараңыздаршы, күшті болып шығып тұр. Міндетті түрде тура осы рецептпен жасап дәмін көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.